Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге ешқандай түйіршіксіз оңай жолмен манный каша жасаудың лайфхактарын көрсетемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен кастрюлямызға салқын су құйып, үстінен манный крупамызды салып, қасықпен бір араластырып аламыз да газдың отын жағамыз. От орташа болуы қажет. Үнемі ботқамызды араластырып отыруымыз қажет. Ал егерде осы манный крупамызды қайнаған ыстық суға немесе ыстық қайнап тұрған сүтке салатын болсақ, ол кезде ол түйіршіктен бір-біріне бірігіп ажырауы өте қиын болады. Салқын судың орнына салқын сүт те қолдануға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қайта-қайта кішкене уақыт аралығында араластырып отырдым. 1-2 минут ішінде видеода көріп тұрғандарыңыздай кастрюляның шетінен ботқамыз, яғни кашамыз шетінен бүлкілдеп шыға бастайды. Сол кезде уже қайнайын деп жатыр деген сөз. Қасықпен тағы да кішкене араластырып жібереміз. Мінекей қатты осылай бүлкілдеп қайнай бастаған кезде отымыздың астын азайтып, үстінен сүтімізді құямыз. Басында құйған суымыз бен сүтіміздің көлемі бірде-бір тең болуы қажет. Сонда ботқамыз сұйықтау әдемі болады. Қою емес, қатты сылдыр, сұйық емес, консистенциясы біркелкі әдемі болып шығады. Мен ультрапастерленген сүт қостым. Сондықтан ультрапастерленген сүтті қайнатпай-ақ қоса беруге болады. Бірден коробкасынан сүт қосқаннан кейін де кішкене 1 минуттай қайнатып алуымыз қажет. Татымына қарай тұз немесе қосып араластыра береміз. Сосын ыдысымызға құйып, бетіне кішкене бөлік сары майымызды қосып ұсына берсек болады. Өте оңай жасалады. Мен тек осы рецепт бойынша жасаймын. Алдында постоянно с комочком болып қалатын, яғни түйіршіктеніп манный крупамыз. Сондықтан пайдам тисе өте қуаныштымын. Сау болыңыздар.